Математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы логикалық есеп шығару. Бұл сабақта сен логикалық есептерді бөліктерге бөліп шығаруды үйренесің. Балалар, біз өткен сабақта логикалық есеп дегендің не екенін білдік. Логикалық есептерді шығаруда ойлану, салыстыру, болжау керек. Әрбір логикалық есепке шығару тәсілін таңдап алу керек. Кейбір логикалық есептерді қадам-қадаммен шығаруға болады. Ол үшін есепті бөліктерге бөлу керек және әрбір бөлікті жеке шығару қажет. Осылайша есептің жауабын табасың. Бізге мынандай есеп берілді. Күшіктер. Ақ, қара және сары күшіктер нөмір 1-ші, 2-ші, 3-ші үйшіктерде тұрады. 1-ші және 2-ші үйшіктегі күшіктер қара емес. Ал ақ күшік 1-ші үйшікте тұрмайды. Күшіктер қай үйшікте тұрады? Енді осы есепті балалар, біз қадам-қадаммен шығарып көрейік. 1-ші қадам. Нөмір 1-ші және 2-ші үйшіктерде күшіктер қара емес дейді. Яғни, қара күшік 1-ші, 2-ші үйшікте тұрмаса, ол қай үйшікте тұрады балалар? Ол 3-ші үйшікте тұрады. Оны белгілеп аламыз. Мынандай сызба сызып қойсаңдар да болады. 2-ші қадам. Қара күшік нөмір 3-ші үйшікте, ал ақ күшік нөмір 1-ші үйшікте тұрмайды. Яғни, қара күшігіміз 3-ші үйшікте тұрса, ал ақ күшігіміз 1-ші үйшікте тұрмаса, ол 2-ші үйшікте тұрады деген сөз. Енді 3-ші қадам. Сары күшік қайда тұрады? Сонда қалғаны нөмір 1-ші үй, яғни сары күшігіміз біздің нөмір 1-ші үйде тұрады екен. Келесі тапсырма. Жарыс. Жүгіру жарысынан Әсет, Марат, Талғат 3 орынды алды. Егер Марат 2-ші орын алмаса, ал Талғат 3-ші орын алса, кім қандай орын алды? 1-ші қадам. Әр оқушының баланың атын жазып алайық. Астына 1-ші, 2-ші, 3-ші орын дейміз. Бізге Талғаттың 3-ші орын алғаны белгілі. Яғни, Талғат 3-ші орын деп сызып қоямыз. Енді 2-ші қадам. Марат 2-ші орын алмаса дейді. Яғни, Марат 2-ші орын алмаса, өзі 1-ші, 2-ші орын қалған. Оның 2-ші орын алмаса, яғни Марат 1-ші орын алды деген сөз. 3-ші қадам бізде Әсет қалды. Яғни, Әсет 2-ші орынды алды деген сөз. Сонда Марат 1-ші орын, Әсет 2-ші орын, Талғат 3-ші орынды алды деген сөз. Жарайсыңдар балалар. Енді оқулықтың 102-103 бетіндегі тапсырмаларды орындайық. Ал жұмыс дәптеріміздің 99-100 беттеріндегі тапсырмаларды өз бетіңше орында. Іске сәт. Жарайсыңдар.